Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ондық бөлшекті натурал санға көбейту деп аталады. Бүгінгі сабақта ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді үйренеміз және ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді есептеуде қолданатын боламыз. Еске түсірейік, ондық бөлшек дегеніміз не оқушылар? Дұрыс айтасыздар, бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігі үтірмен айырылып жазылатын бөлшекті ондық бөлшек деп атаймыз. Мысалы 0,5, 0,165 және тағы сол сияқты. Оқушылар, енді тарихқа көз салайық. Ондық бөлшектер натурал сандарға ұқсас және есептеулер жүргізуге ыңғайлы болғандықтан, ғылымдағы, өндірістегі, күнделікті өмірдегі есептеулерде жиі пайдаланылады. Жалпы балдар ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану туралы Орта Азиялық ғалым Аль-Каши өзінің арифметика кілті атты кітабында жазған болатын. Ұлыбританияны білеміз ғой, барлығымыз. Ұлыбританияның осы қаржы жүйесінде күрделі өзгерістер болған. Атап айтсақ, Ұлыбритания ақшасын ондық жүйеге көшірді. 1971 жылы 15 ақпан күні тарихта ондық сандар күні болып аталды. Ескі жүйеден ондық жүйеге ауысу халық үшін оңай болмады. Яғни көптеген үлкен кісілер, үлкен адамдар ондық жүйемен есептеген уақытта шатасып жатты. Оны тек ақыллылар ғана есептеп білер деп өздерінде сондай түсінік қалыптасты. Келесі балдар, енді біздер бүгінгі тақырыбымыз бойынша 4,23 деген санды алайық. Осы ондық бөлшегін 5-ке көбейтейік. 5-ке көбейту үшін, мәнін табу үшін 4,23 ондық бөлшегін аралас сан түрінде жазып, оны натурал сан 5-ке көбейтейік. Енді қараңыздар, үтірден кейін оң жақтан неше сан? Яғни 2 сан, бізде ол 23. Олай болатын болса, жауабында да үтірден кейін, яғни оң жақтан санағанда 2 саннан кейін үтір қойылады екен. Оқушылар, біздер осыны баған түрінде есептеп көрейікші. Үтірге назар аудармаймыз, назар аудармай көбейте береміз. Қараңдар, 423-ті 5-ке көбейткенде 2115 шығады екен. Бізде енді үтірден кейін 2 сан тұр. Олай болатын болса, шыққан жауаптың оң жақтан баса санағанда 2 саннан кейін үтір айырамыз. Сонда 21,15 шығады екен. Енді балдар, мынадай тапсырма берілсін, көбейтіндінің мәнін табыңдар. 25,85-ті 7-ге көбейтейік. Бұны сіздер шығара аласыздар деп ойлаймын. Мына жерде баған түрінде есептеулерін қарап жібере қойық. Қараңыздар, үтірге назар аудармаймыз, кәдімгі көбейтуде есептей береміз. Содан кейін, яғни үтірден кейін бізде 2 сан болатын болса, шыққан жауаптың оң жағынан басып есептейміз, 2 санды аламыз да, сол 2 саннан кейін үтір айырамыз. Сонда 180,195-ге тең екен. Біріншісінің жауабы. Дәл сол сияқты екінші, үшіншісін шығаратын боламыз. Келесі балдар, ондық бөлшекті натурал санға көбейту ережесіне тоқталайық. Ондық бөлшекті натурал санға көбейткенде үтірге назар аудармаймыз, көбейту амалы орындалады. Сонан соң ондық бөлшекте үтірден кейін неше цифр болса, көбейтінді де оң жақтан сонша цифр үтірмен ажыратылады екен. Енді балдар, қараңыздар, ондық бөлшектерді көбейткенде көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік, үлестірімділік қасиеттерін пайдаланатын боламыз. Бірінші есепте орын ауыстырғанмен оның мәні өзгермейді, бұл ауыстырымдылық қасиеті. Екіншісі терімділік, яғни осы 3 қасиет, үшіншісі үлестірімділік. Осы балдар, біздер 3 қасиетті білетін болсақ, біз есептің оңай тәсілімен шығарамыз. Келесі оқушылар оқулықпен жұмыс. Номері 812-813 есеп. Көбейтуді орындаңдар. Балдар, міндетті түрде дескрипторге назар аударамыз. Дескрипторде бірінші натурал сандарды көбейтуді орындайды. Натурал санға ондық бөлшекті көбейту ережесін қолданады. Ондық бөлшектерді көбейту ережесін қолданады. Бұл есептерді сіздер шығарады деген сенімдемін. Келесі оқушылар, есепті шығарып болсақ, қорытындылайық бүгінгі сабақты. Ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді үйрендік, біздер балдар. Және де ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді есептеуде қолдандық. Енді балдар, басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі үйге тапсырмаға алайық. Номері 817 есепті. Және де оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Осы смайликтер арқылы белгілей қойық.